Сәлем достар, бұл екінші часть. Сіздер екінші частьты көп күтсеңіздер, бүгін шығардық. Менің барсығым мына жатып, ұйықтап. Барсық оян. Азан болды. Сағат 9 болды. Ұйықтаған ұста. 9-дан 15 кетті. Әйеліне бар. Баланы тамақ әкеп бер. Тамақ әкеп. Жатсын қараңыздар достар. Маған үндемей өкпелеп жатыр. Жаным. Көзі сықсиып қал. Көзі маңды. Мен көзім сықси ма, сықси емес па? Мен көзім сықси сияқты, я? Ай, жоқ, сықси емес пе дейді. Білмей көршің өзім. Мына құйрығы, құйрық. Мына құйрығы. Қимылдатпа құйрығымды. Әтет. Қараңыздар, мен ананың құйрығын ұрайын десем. Әтет. Мен ұрып тастадым құйрығын. Жаным. Бота қазір екеуміз неге барамыз? Мақма? Қазір бота екеуміз магазинге барамыз, бота. Бота. Мен андай сумка бар, соған заказ бергем. Мама заказ беріп кеткен маған. Сумка, мысық салатын сумка ше. Сонда екеуміз қазір неге барамыз? Қазір еще пенсияға болады, апам пенсиясы. Қазір соған мына ботамен барамыз, бота. Бота қан? Бота, барамыз ба? Бұл өкпелеп отыр. Не үшін өкпелеп отырсың? Маған тамақ бермейсің деп па? Берем тамақ. Апам бизнесінде саған корм әкеп берем, мақұл ма? Жаным. Өзің таңдайсың кормды. Бота. Негізі бұны біз үйде асыраймыз. Бірақ далада шыға береді. Есік жоқ қойсам да терезеде сетка жоқ терезе бар. Сонда шықпа деп береді, бота. Шықпа екінші. Мен сол шықпа деп екеуміз енді шыға бер мақұл енді деп осы столда отырмыз. Екінші сериясы бұл. Үшінші сериясын ертең түсірем. Или ертеңнің арғы күні. Білмеймін, или бүгін. Барсық. Бота. Бота. Малдар келді. Малдар келді ма, малдар? Қорқпа. Жаным, қорқпа. Малдардан қорқпағым ба? Не үшін тоғырып атыр? Анау әйеліне. Әйеліне бермейміз. Әйел жоқ. Анау жүргі көзі сықсиып. Қаға кет қалған.